Барлығына сәлем. Бүгін сіздерге футболканың жағасын осындай кашкарсе матасымен өңдеуді көрсететін боламын. Және арт жақтағы тігісті осындай өзінің матасымен жабуды көрсетемін. Ендеше бастайық. Ең алдымен біз иық тігістерін тігіп үтіктеп аламыз. Қол, жеңді әлі қоспаймыз. Содан кейін мойынды сантиметрлік лентамен өлшеп шығамыз. Лентамен былай емес, тігінен қойып, мойынды айналдыра өлшейміз. Бірінші артқы мойынды өлшейміз. 20 сантиметр. Алдыңғы мойын 30 сантиметр. 50 сантиметр шықты, иә? Енді бізге қанша кашкарсе матасын қиып алу керектігін анықтау үшін сантиметр лентаны қайтадан аламыз. Кашкарсе матасының бөлігін аламыз. Мұна 10 сантиметрді белгілеп аламыз. Енді осы 10 сантиметрді созып қоямыз. Қай жерге шейін ол созылатындығын. Менің матам 17,5 сантиметрге шейін созылып тұр. Біздің жаңағы 10 сантиметр болған матамыз 17-де 5 сантиметрге созылды. Сонда бізде коэффициент 0,75 деп аламыз. Осылай дөңгелектейміз. Сол шыққан 50-ді көбейтеміз 0,75-ке. Менде шығады 37 сантиметр. Бұған мен 3 сантиметр тігіске қосам. Жалпы 40 сантиметр шығады. Егер сіздің кашкарсеңіз мұнда бір 7 сантиметрге созылса, сіз 0,7-ге көбейтесіз. Солай кете береді. Енді бізге ұзындығы 40 сантиметр болатын, ені 6 сантиметр болатын кашкарсе матасын қиып алу қажет. 6 сантиметрдің 2 сантиметр тігіске, 2 бүктегенде 2 сантиметр ені болатын, мойын шығатын болады. Мінекей біз кашкарсе матасын қиып алдық. Соған қоса біз артқы мойынды өзінің матасымен жабатын болғандықтан, артқы мойын бізде 20 сантиметр, жан жағына 1,5 сантиметр тігіске қалдырып, ұзындығы 23 сантиметр болатын, ені 3 сантиметр болатын, осындай матаны қиып аламыз. Содан кейін кашкарсе матасын теріс қаратып, 1 сантиметр тігіс беріп, закрепка беріп тігіп шығамыз. Мінекей тігіп алдық және үтіктеп алдық. Кашкарсе матасын мойынға қосқан кезде қалың болып кетпес үшін екі жағынан да осылай тігіске 1 мм жеткізбей 1 сантиметр ұзындықта шепшекпен қиып тастап отырамыз. Мінекей осылай. Енді осы мойынды тағы да 2 бүктеп үтіктеп аламыз. Үтіктеп алған кашкарсе матасын бұрышын тауып аламыз. Кашкарсе матасынан да, футболкадан да 4 бұрышты тауып алдық. Футболканы оң қаратамыз. Кашкарсе матасын алып, мұна тігіс қосылған жерге тура арт жаққа әкеп қоямыз. 4 жағын сәйкестендіріп, түйреп шығамыз. Алдын түйредік, енді артқы мойынға біз мұна матаны қосуымыз керек. Ол үшін біз 1 сантиметр жан жағынан қайырып үтіктеп аламыз. Енді артқы мойынға осы үтіктелген матаны қосып түйрейміз. Мұна артқы мойын басталады. Мұна инені алып, мұна матаны да қосып, үшеуін түйреймін. Футболканы, кашкарсені және мұна матаны. Теріс қаратып түйреймін. Себебі тіккеннен кейін ол осылай оң қарап жату керек. Екі жағын түйреп аламыз бірінші. Мінекей осылай шығу керек. Енді тігін машинасында мұна артқы мойыннан бастап, закрепка беріп, 1 сантиметр жеткізбей тігіп аламыз. Содан кейін оверлоктаймыз. Тігісті тексереміз, еш жерде қысылып қалған жер жоқ екен. Егер сондай болған жағдайда, сол жерді кішкене сөгіп жіберіп, қайттан тігіп шығасыз. Барлығы дұрыс, енді мен оверлоктаймын. Оверлоктағанда міндетті түрде артқы бойдан, осы жақтан оверлоктап бастаймыз. Енді мына тігісті оң қаратамыз. 1 қайырамыз, 2 қайырамыз. Киімге жатқызамыз тігісті толықтай. Және инемен түйрейміз. Тура осылай инемен түйреп шығамыз барлық жерді. Мінекей осылай түйрелу қажет. Арт жақта ешқандай
қисық немесе бір қысылып қалған жер болмау керек. Тура тігін машинасында алып, мына иықтың тігісінен бастап, мына иықтың тігісіне дейін закрепка беріп тігіп шығамыз. Тура осындай біркелкі тігіс шығады. Енді оң қаратып, алдыңғы мойыннан 4 мм жеткізбей айналдыра тігіп шығамыз. Бас жағынан кішкене закрепка береміз. Барлығы дайын болып қалды. Енді киімімізді теріс қаратып, толықтай бір үтіктеп шығамыз. Мінекей біздің футболкамыздың мойны пайда болды. Сыртынан да, ішінен де өте сапалы өңделген. Міндетті түрде тігіп көріңіз. Ұнаса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше